Баршаларыңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге ауызашарға өте тойымды әрі өте дәмді болып шығатын пловтың рецептісін ұсынамын. Қызып тұрған майымызға етімізді жақсылап жуып салып, газдың орташа отында 15-20 минут аралығында қуырамыз. Етіміз әбден қуырылғаннан соң, оның үстіне туралған пиязымызды және де сәбізімізді салып, жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз салып, газдың орташа отында қазанымыздың қақпағын жауып, 15-20 минутқа тағы да қуырамыз. Біздің етіміз бен сәбізіміз жақсылап қуырылғаннан соң, оның үстіне суымызды құйып, газдың орташа отында қазанымыздың қақпағын жартылай жауып, етіміз піскенге дейін жақсылап қайнатамыз. Біздің етіміз піскеннен соң алдын ала жақсылап жуылған күрішімізді саламыз. Барлық жеріне бір тегістетіп, осылай қасықпен тегістеп шығамыз. Және де мөлшеріне қарай су құямыз. Дәміне қарай тұз салуды ұмытпаңыздар. Және де осы су жақсылап тартылғаннан соң, күрішіміздің барлығын бір жерге жақсылап жинаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің суымыз жақсы тартылды. Енді осы видеодағыдай күріштің барлығын ортаға жинап, бетіне таза салапанымызды жауып, қазанымыздың қақпағын жауып, газдың жай отында 15 минутқа бұқтырамыз. Он 15 минуттан соң қазанымыздың қақпағын ашып, күрішімізді жақсылап бір араластырып жібереміз, және де қазанымыздың қақпағын жауып, тағы да 10 минутқа бұқтырып қоямыз. Сол аралықта біздің күрішіміз толықтай піседі, ешқандай езіліп кетпейді, қазанымыздың асты ешқандай жабыспайды, күрішіміз әдемі болып пісіп шығады. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің пловымыз дайын болды. Енді осы піскен еттерімізді ажыратып аламыз. Дайын болған пловымызды өзіміздің арнайы ыңғайлы тарелкамызға саламыз, және де жаңағы піскен етімізді жақсылап тураймыз. Құрметті көрермендер, осымен біздің пловымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады және де оңай жасалынады. Міндетті түрде ауызашарға апаларыңызға, аналарыңызға жасап беріңіздер. Оларға да ұнайды деген ойдамын. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, астына өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел, баршаларыңызға рахмет.